Қайырлы күн, құрметті желі қолданушылар. Қазір мен Төле би аудандық білім бөліміне бара жатырмын. Күні кеше әлеуметтік желіде мен мынау Ордабасы ауданының білім бөлімінің басшысы, одан кейін Төле би аудандық білім бөлімінің экс басшысының, Ордабасы ауданының завучы Ұлжан Елмұратова ханымға жалған құжат дайындап бергені бойынша қазір журналистік зерттеуімді бастадым. Сондықтан да қазір барып сұрайын, Маржан деген бұл жерде Маржан бар, сол Маржанға сұрақ қойайын. Сіз жасадыңыз ба, кім жасады деп. Сосын сол мәселе бойынша қандай шара болып жатыр. Мен бөлімдерім қазір Маржан деген тауып алайын. Әдіскер, мына Құрманбекова Маржан сұрайыншы қазір. Неке Құрманбекова Маржан жұмыс орнында жоқ. Үшкен бір қызы дейді. Жұмыс орнында жоқ. Мүмкін басқа кабинеттерде шығар. Бұлар да жоқ. Сәлематсыз ба? Бұлар да жоқ. Бұлар енді бухгалтерлар екен. Құрманбекова Маржан керек маған. Көрмеңіз ба? Сәлематсыз ба? Сәлематсыздар ма? Құрманбекова Маржан керек еді маған. Жұмыс орнында жоқ па? Оның жұмыстары осы жерде емес па? Көп болды ма кеткеніне? Мінеки Құрманбекова Маржан жұмыс орнында жоқ. Олай болса, басқа азаматтардан сұрайық, Құрманбекова Маржан қайда екен. Сәлематсыз ба, Бегайдар мырза? Тікелей эфирмен жүрмін. Кеше кабинетіңізге барып сұрайын. Жол жөнекей айта берейін. Кеше мен әлеуметтік желіден көрдім. Мынау Ордабасы ауданының завучы Ұлжан Елмұратова. Маған Төле би ауданының экс басшысы Аманова Роза. Одан кейін Ордабасы ауданының сәлематсыздар ма? Кіре берейін ба? Бегайдар мырза? Так, сырт киімімізді шешейік. Сырт шештік. Ұрсат па? Кеше мен әлеуметтік желіден естім. Төле би аудандық білім бөлімінің басшысы. Ұрсат па? Аманова Роза туралы айтты. Одан кейін Ордабасы аудандық білім бөлімінің басшысы Шұғабаева туралы айтты. Шұға Нұрабаева, шатасып ғой, кешіріңіздер. Шұға Нұрабаева туралы айтты. Ол жерде мен осы Төле би ауданына келдім. Маған мына еңбек кітапшама мөр басып стаж жасап берді деді. Бірақ мен қаржыны 300 000 теңгені Маржан дегенге бердім. Төле би ауданына бұрын соңды келмегем деп айтты да. Және де сол қаражатты Маржанға бердім дейді. Бұл жерде сіздерде 2 Маржан бар. Сол Құрманбекова болу мүмкін деген мақсатта сондай күдігіммен мен Құрманбекова Маржан келсем жұмыс орнында жоқ екен ол кісі. Мүмкін бір жаққа кетті ма? Ал енді Жеткерова Маржан бар. Мүмкін Жеткерова Маржан болу мүмкін да. Сондықтан да мен қазір журналистік жұмысымды бастадым. Осы бойынша рұқсат болса, сіз не айтасыз? Хабарыңыз бар ма? Күні кеше мен әлеуметтік желіден көрдім, бірақ ол бұған дейін де ол Елмұратова ханым ол мәселені көтерген. Осыдан 1 жыл бұрын көтерген. Ол бойынша қылмыстық іс ашылған. Бұл жерде, ол жерде мендегі ақпаратқа сәйкес Құрманбекова Маржан жаңа жалған құжатты дайындап берудің басағасында жүрген. Және де ол жерге 5-ші балалар бақшасының мөрі басылған. Ол еңбек кітапшаны кім Айгүл Орынбек өзінің парақшасына шығарған. Оның көшірмесі сол желіден алған менде бар. Осы бойынша хабарыңыз бар ма? Мен осыдан бұрын сіздің журналист ретінде көтерген мәселеңізден хабарым болған. Ол жайлы мен келгенімде осыдан 2 ай бұрын асып кеткен. Құрманбекова Маржан деген қызметкерді
шақырып түсініктеме алған. Оған дейін маған дейін осы мәселеден қызметтік тергеу деп айта алмаймын, енді жұмыс жүргізілген екен. Бірақ аяғына жетпеген отырып қалдым. Бұның наказаниясы қандай деу, бұның жұмысын басқа қызметке ауыстырыпты. Бұрын бұл кісі балабақшаға жауап берген ғой. Әдіскер ретінде балабақшаға жауап берген. Жаңағы сіз айтқан мөр басылған балабақша талабынан болып тұр ғой. Жаңағы мөрді көрсетілген. Сондықтан бұған бірінші шара қолданды дегенде мен оған қарсы қорғамын. Өйткені бұл істі жүргізуіміздің заңгерден сұрасақ, осынша уақыты өтіп кетті. Бірақ мен жаңағы балабақша жағынан Арыс ауданына сұратып жібергем сол кезде. Содан жауабы жоқ. Оны ойладым, кейін өзім барып сұратам, құқық қорғаушылардың атына жазамын, сонан сол бойы қазір дауыс естілмейді деді. Мен сәл дауысты қосайын. Мына жерде дауыс естілмей жатыр. Сәл қаттырақ айтсаңыз. Сауытбек аға. Бұл мәселені, сіз көтерген мәселені мен біраз зерттедім. Осы жерге келгелі бері бұл істің болғанда біраз уақыт өтіп кеткен екен. Бұл кісі яғни жалған құжат жасап берген. Құрманбекова Маржан. Құрманбекова Маржан деген әдіскер. Ол кісі балабақша мәселесіне жауап берген ғой. Қазіргі күні оны мен келгенге дейін ол кісіні басқа қызметке ауыстырған, осы бірақ білім бөліміндегі. Ол кісіден түсініктемен келген екен алдым, ол кісінің болған оқиғаны айтып берді. Ендігі мәселе, егер ары қарай істі жүргізетін жағдай болатын болса, Арыс қаласына барып, Арыс қаласындағы жаңағы құжаттарды берген қызметкер жалған құжатпен айлық алып жатыр ма? Ордабасы ауданы. Ордабасы ауданына барып, оны жүргізу менің құзыретімде емес болғандықтан, мен қазір дәрменсіз отырмын. Оның құқық қорғау органдары ары қарай тергеп тексеру керек. Енді қараңыз, сол құқық қорғау органдары тергеп тексеру үшін бұрынғы экс-басшы Аманова құзырлы мекемелерге беру керек еді ғой. Ол кісі құзырлы мекемелердің полномочиясын өзіне алып, бұл кісінің қызметін ауыстырып отыр. Ол заңға қайшы деп ойлаймын. Сіз енді заңгер ретінде осы бойынша жалған құжат деген бұл қылмыстық кодекс дұрыс па? 385. Неге ол қылмыстық кодекспен тартылмай отыр? Оны енді тартылу үшін жаңа құқық қорғау органдарына бұл іс берілу керек. Оның анық қанығына жету керек. Анық қанығына жету тергеу жұмыстары анықтау үшін жаңағы ордабасына барып, сол кісіден түсініктеме алып, оның құжаттарына бүгінгі күні ол мемлекеттен қаражат алып отыр ма? Мемлекеттік қызметті атқарып, балабақша болсын, қай бір жұмыс істеп жатқанша, соның аяғына дейін бұл жетпеген. Жетпеген. Бұл қыз жұмыс ақсап тұр. Енді мен мынау қызмет отырған жақта мен барып ол кісіден тергеу жұмысын немесе анықтау жұмыстарын жүргізуге құзыретім жоқ. Оған арнайы құқық қорғау органдарына мұны беру керек. Оны меніңше сізге айтайын, мен сұрақтаған кезде менің заңгерім жауап бергені бұл жерде бұл жұмыстың көп уақыт өтіп кеткенін, өзінің уақытысын өткеніне байланысты тоқтатылғанын жауап берді. Мен осыны айта аламын. Сіз осындай жауап бересіз, рахмет. Енді мен өз пікірімді айтайыншы. Осы Төле би аудандық, жалпыда басқа облыс бойынша, республика бойынша десем де болады. Алматы қаласына да барып жатырмын. Ол жерде де білім саласында жүрмін. Менің ойым мынандай. Заңды мен біршама біліп қалдым да. Менің заң бойынша айтатыным, жалған құжат дайындау бұл қылмыстық кодекспен қаралады. Және де қылмыстық кодекстің 385-ші бабы. Ал қылмыс жасаған адамның уақыт өтіп, ол уақытына қарай ол алынып тастайды деген мәселе бұл мүлдем заңға қайшы. Одан кейін сіздің мынау айтқан заңгеріңіздің қазіргі мына тұжырымдамасы, оның айтқан уәжі мүлдем заң бөлек, сіздің заңгеріңіздің айтқаны бөлек. Бірақ сіздің заңгеріңізге сәл тоқталып кетейін. Бұрын Жакипов Бақыт мырза, білмеймін қаншалықты заңгер екен, ауыл шаруашылығында жұмыс атқарған. Ауыл шаруашылығында жұмыс атқарып атқан кезде де біршама мәселемен барғам. Кейін кенеттен білім саласына ауысып кетіп, бұл жерде әрі басшының міндетін уақытша атқарды, әрі заңгер болды, 8 қырлы, 1 сырлы болып жатқанда мен өзім таңғалып жатырмын. Сонда ауыл шаруашылығын басқарып келіп, бірден білім саласына ауысып кетуі бұл қаншалықты заңды. Одан кейін осы жерде қазір Жансая балалар бақшасының меңгеруші қызметін уақытша атқарып атқан Гаухар Мақатаеваның дипломына келгенде мен таңғалам. Ол бұрын мынау ауыл шаруашылығы бойынша, ауыл шаруашылығы ма, одан кейін басқа да қызметтер көрсету колледжін бітіретті, сөйтетті
неге жаңағы университетке 3-ші курстан түсе салады. Сонда ол ауыл шаруашылығын оқып жүреді да, университетке 3-ші курстан түсе салады. Ол дипломда да мәселе бар да. Жансая балалар бақшасы Гаухар Мақатаева. Саламатсыз ба? Сол кісінің де дипломы. Сонда ол ауыл шаруашылық саласына қызмет етеді. Сөйтеді 3-ші курсқа ол жаңағы педагог мамандығына түсе салады. Сонда 1-ші, 2-ші курс ол ауыл шаруашылығын атқарады, 3-ші, 4-ші курс сонда білім саласын атқарады. Біз кішкентай кезімізден бастап, мысалы 8-ші класс қой, ол кезде 8-ші класс бітіріп, Жетісайдың училищесін 4 жыл очно оқып, одан кейін университетке түсіп, университетте 3-ші курстан түстік. Ол мақұлданады. 3-ші курстан емес, 2-ші курстан түсіп, оны біз 5 жылғаны 4 жыл оқыдық та, сөйтіп солай оқып, маңдай терімізден оқып шығамыз, ал жұрттар жай дипломды ала салады. Менің қызымның өзі 9 жыл, 10 жыл болды оқып жатыр да. Бұл жерде мен қазір Бақыт мырзаға тоқталайын. Бақыт мырза, мен тікелей эфир жүргізіп жатырмын. Өзіңізді айтып таныстырып кетсеңіз. Мен сізге дайындығанша сізге айтып кетейін. Мынау Гаухар Мақатаева Жансая балалар бақшасының заведующийін көтеріп өтсіз. Міндетін уақытша атқарушы. Дипломы мүлдем сәйкес келмейді. Сәйкес келмейді дегенің, енді бұл ауыл шаруашылығын оқып жүріп, қалайша педагогикалық мамандық 3-ші курсқа өтіп кетті. Бұл жерде жұмысқа қабылдау барысында біздің сала жауап беретін оның бүгінгі дипломына. Оның механизмі қалай ауысқаны, оның жоғарғы оқу орындарының өзінің талаптары солар жауап беру. Егер бізге қазір бізге ауыл шаруашылығы дипломынан емес, ол педагогикалық мамандық дипломынан келгеннен кейін, одан бір жалғандық таппайтын болсақ, ол жұмыс істеуге біз оны кедергі келтіре алмаймыз. Енді оның ауыл шаруашылығынан ауысу барысындағы қай жоғарғы оқу бітірді, соның жоғарғы оқуына жауап беру. Оны мен өзім журналистік зерттеу жасап, ол бойынша мен біздің Төле би аудандық полиция бөліміне бергем. Бірақ ол жерде полиция бөлімінің қызметкерінің мынау өзінің жұмыс атқару деңгейі төмен ба, жоқ бір жақтан қарады ма, ол іс жылы жабылған. Бірақ енді әрине ол мәселені мен көтерем. Бүгінгі таңда келіп отырған мәселемді қазір қайтадан қайталап кетейін. Бақыт мырза енді келіп отыр ғой. Мынау күні кеше әлеуметтік желіде мен оны бөлістім. Мынау белгілі жаңа блогер өзінің парақшасында Елмұратова Ұлжанның Ордабасы ауданның бір мектептің завучының жалған еңбек кітапшасы бойынша. Ол жерде Елмұратова ханым өзі айтып отыр. Мен Төле би ауданына барғам, Шуған Нұрабаева Төле би ауданына өзінің подружкасына Аманова Розаға звондады. Маған осындай стаж жасап бер, мына қыз өте жақсы жұмыс жасайды екен деген кезде Төле би ауданына өмірі бармағам. Сөйтіп осы жерге келген кезде мені Маржан деген әйел қарсы алды дейді. Сөйтіп оған 300 мың теңге бердім деп отыр. Содан кейін біраз уақыттан кейін мен жаңағы жалған еңбек кітапшасын алдым деп отыр. Осы бойынша сіздер не жұмыс атқардыңыздар деген сұрақпен келіп отырмын да мен қазір. Сіз не айта аласыз, Бақыт мырза? Ол сіздің кезеңіңізде болды ғой. Маржан Құрманбекова, не шара көрдіңіздер? Айтып тұр, әлеуметтік желіде айтып тұр. Айтып тұр. Соны кеше мен өзім парақшамда бөлістім. Одан кейін мен ол бойынша мен бұл мәселені зерттегем. Кейіннен басқа да жұмыстармен айналысып кеткен екен. Ол сол менің тарапымнан назардан тыс қалып кетті да, қарасам сіздердің тараптарыңыздан да назардан тыс қалып кеткен сияқты. Сіз не айта аласыз, Бақыт мырза, осы бойынша? Бұл бойынша менің айтатыным, егер нақты дәлелдері болса, фактілері болса, тиісті органдарға беру керек. Не бермейсіздер сіздер? Ауыз екі бүйтіп айта берген болмайды ғой. Айта береді оны. Бірақ нақты ұсталған фактісі болмайды. Енді Ұлжан Елмұратова бүйтіп айта берген болса, неге сіз ол кісімен хабарласпайсыздар? Неге ол кісі жала жауып тұр деген фактімен сіздер неге құзырлы? Сіздер мемлекеттік қызметке теңестірілгенсіз ба, жоқ мемлекеттік қызметкерсіз ба сіз? Жаңағы сіз айтқан Бақыт мырза, мен сұрауыма жауап беріңізші. Айжан, мен туралы Ұлжан, Ұлжан сіз туралы айтып отқан жоқ қой ол. Мен тыңдасаңызшы сіз. Не үшін мен онда ол кісіні сотқа беруім керек? Сіздің ИО кезіңізде сіздің қарамаңызда істеген әдіскер туралы айтып отыр ғой. Сіз сонда ИО кезінде сіз осы жердің бәріне сіз жауап бермейсіз ба? Сіз егер жеке басыңызға жауап берсеңіз, сіз ИО қызмет атқармауыңыз керек еді. Менің кезінде болған нәрсе болатын болса, нақты тиісті құжаттарын алып, дәлелдерін алып, тиісті органдарға берсін. Кім? Жаңа айтып отқан кісі Елмұратова Ұлжан. Сіздерде
Мен айтам ғой, бұл кісі бұрын бұл салада жұмыс істемеген екен, бұл кісінің олқылықтары осы жерден көрініп тұр да. Мен күдігімше бұл кісі қазір мені түсінгісі келмей отыр. Негізі түсініп отыр. Бақыт мырза, мен қайтадан айтам сізге. Сіздің қызметін уақытша атқарып жатқан кезде, сіздің қарамаңыздағы әдіскерге осындай айып тағылып отыр. Сіз сол айыпты естіген екен, құзырлы мекемелерге обращение жасадыңыз ба? Мен де сізге қайталап айтайын. Сіз жаңа өзіңіздің әңгімеңізде айттыңыз. Жаңағы Елмұратова Олжан өзінің подружкасы Аманова Розаға звондап. Подружкасы емес, сіз мен тыңдаңыз. Елмұратованы сол Ордабасы ауданының. Сіз мен тыңдап алсаңыз. Сіз кешіріңіз. Сіз мені тыңдайтын болсаңыз тыңдаңыз. Мен сұрағымды аяқтайын. Сіз сұрағыңызды аяқтағаннан кейін бастап отырмын мен жауабыңызды. Мен аяқтаған жоқпын әлі. Сұраңыз онда. Сіз кішкене этиканы сақтаңыз, мемлекет қызметкерсіз. Сіз мемлекет қызметкерсіз ба, жоқ үйсіз ба? В смысле, теңестірілгенсіз ба? Жоқ, сіз теңестірілгенсіз ба, или мемлекет қызметкерсіз ба? Болды, осы сұрақ. Енді менің сұрағымды мен аяқтайын. Сіз оны толыққан түсінген жоқсыз. Елмұратованың әлеуметтік желіде айтып отқаны бойынша, оны Заврайыны, Ордабасы аудан Заврайынысы Шуға Нұрабаева шақырып алады. Сен жақсы керемет жұмыс істеп жатсың, бірақ завхоз ретінде. Енді сен завуч организатор болуға толық жарайсың. Бірақ сенің жаңағы нелерің сәйкес келмейді құжаттарың. Сондықтан да соны көзінше, менің көзімше звондады дейді. Төле би ауданына Аманова Розаға. Ол мен подружкам деп айтты дейді Шуға Нұрабаева. Әлеуметтік желіде. Сөйтіп ол мен подружкам дейді. Сөйтіп Розамен сөйлеседі дейді. Сөйтіп ол бол келсін, жарайды істеп берем деп айтады дейді. Сонымен ол Төле би ауданына бұрын соны келмегем деп кесе, оны Маржан қарсы алады. Кім келді? Қайсысы келді? Елмұратова. Келдім деді ғой Төле би ауданына, өмір келмегем. Келдім дейді. Мені Маржан Құрманбекова қарсы алды дейді. Сөйтіп мен оған 300 мың теңге бердім деді. Кейін біраз уақыттан кейін маған жаңағы еңбек стажын ұрып берді деді. Енді осы жерден тоқталайын. Ордабасыда ары қарай Шуға Нұрабаева өзінің балалар бақшасынан да еңбек стажын, оны сіздерге қатысы жоқ, оны айтпай ақ қояйын. Осы Төле би аудандағы мәселе бойынша сіз не дейсіз? Осы дұрыс па? Мына сіздің қойған сұрағыңызда кейбір мәселелерді анықтағым келіп отқан. Бірінші, бұл оқиға қай кезде орын алған? Қай жылда? Былтыр. Кешіріңіз, былтыр ондай орын алған жоқ. Былтыр мен Заврайыны болғанда жоқпын, даже ие болған жоқпын. Екіншіден, бұл мәселе орын алғаннан кейін жаңағыдай неге шығарды ғой? Фейсбукқа, неге әлеуметтік желіге шығарды деп отырсыз. Хабарыңыз бар, иә? Сол әлеуметтік желіге шығарған кісінің қолында шын дәлелдері бола тұра. Неге тиісті органдарға жүгінбеді? Осы уақытқа дейін тиісті органға жүгінуі қажет еді. Және ол мәселе бойынша тиісті органдар өзінің жұмысын жасау керек. Яғни құзырлы мекемелер өз жұмысын жүргізбейді, дұрыс па? Жүргізбейді деп айтып отқан жоқпын. Мен солай түсініп отырмын. Жүгінбеді деп отырмын ол кісі. Тиісті органдарға жүгінген жоқ. Енді жаңағыдай сіз келіп айтып отырсыз неге? Иә, сұрақтар көп қой менде. Ал мен де сұрақ қойғым келеді. Неге сіз осы мәселе бойынша тиісті органдарға сіз қазір жүгінбей отырсыз? Қолыңызда егер шынында дәлел болатын болса. Мен кеше әлеуметтік желіден көрген екен. Бірінші сіздерден сұрап алайын дедім, мен міндетті түрде жүгінемін. Неге сіз оны маған жауап отырсыз? Сіздің қызметіңізге не кіреді? Сізде сыбайлас жемқорлыққа нулевая терпимость жоқ па? Енді иммунитет жоқ па сізде? Әлеуметтік желіге осындай мәлімет шықты деп, біз бірдестен ол кісіге қандай шара көреміз? Әрбір адамның өзінің құқықтары бар ғой. Ол да өзінің құқығын қорғау керек. Және ол кісінің құқықтарына қол сұғушылыққа да жол беруге болмайды. Дұрыс па? Жақсы. Сондықтан алдымен дәлелдері болсын. Дәлелдері болғаннан кейін тиісті органдарға жүгінеміз. Тиісті органдар өздерінің несін береді. Енді сіз қазір осылай сөйлеп отырсыз да, мына кісіге сіз басқаша айтыпсыз да, біз оны уақыт өткеніне байланысты басқа қызметке ауыстырдық деп. Сонда Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 385 бабы бойынша қылмыс жасаған азаматты уақыт өтіп кетті, біз оны басқа қызметке ауыстырдық деген уәж дұрыс па? Неге мен айтып отырмын? Мен кеше әлеуметтік желіден көріп отырмын ғой. Дәл сол мәселеге байланысты ауыстырдық деп ешкім айтқан жоқ сізге. Ол басқа мәселеге ауыстыруы мүмкін. Енді ол басқа жұмысқа ауысқан жоқ қой. Қалай методист болып, әдіскер болып жұмыс жасап жатса, осы күнге дейін әдіскер болып жұмыс жасап жатыр. Жоқ, балабақшаның жұмысшысын ауыстырдым. Иә. Осы мәселе бойынша алыстамадыңыз ба? Жоқ, басшының несіне сәйкес тиісті ұсыныстар болған кейін, мүмкін ол жүргізе алмады ма? Мүмкін жаңағыдай басқа салаға ауысу қажет болды ма? Оны ауыс-түйіс болып жатады. Үлкен рахмет. Енді қараңыз, вроде бы заңгер,
вроде бы осы жерде бұрыннан жұмыс жасайды. Арасында иолық қызметті жиі ауыстырды. Енді мына жауабы менің қазіргі қойып жатқан уәждеріме мүлдем сәйкес келмейді. Және де бұл кісі қазіргі сондай нарушениені көріп отырып, құзырлы мекемелерге айтпау әрекетін жасап отыр. Сіз не дейсіз? Біз қазір ақпарат құралдары жаңағы сіз шығарғанды мен оқымадым. Қазір сіздің сұрағыңызға жауабым мынандай. Біз қайтадан қазір осы сізді анықтау мақсатында біз тек қана құқық қорғау органдарына жүгінеміз. Өйткені 300 мың ақша бердім деген, егер жаңа соны бердім деген азаматша соны дәлелдеп қағаз жүзінде айтатын жағдай болса, бұл істі қайта көтеру керек. Өйткені ол айырылып қалған әңгіме болса, ертең біз ештеңе істей алмаймыз. 300 мыңды беріп отқан азаматтың өзі де заң алдында тартылатынын білу керек қой. Оны қалайша сіздер айтасың, сөйтіп айтты деген мен естіген емес. Жоқ, әлеуметтік желіде мен кеше көріп, келіп отырмын қазір. Егер жаңағы Ұлжан бар, Ұлжан Елмұратова. Ол өзі сол ақша беріп отыр. Келе эфирде айтып отыр. Құжаттық диплом трудовой жөнелтіп алып, өзі де сол заңды бұзып отырса, енді соған жағдай жасап берген жаңағы Маржан дедіңіз ба? Маржан және сол екеуіне себеп беріп отқан екі жақтың не дейді тараптарын бәріне заң алдында жауап береді. Ол үшін жаңа біз құқық қорғау органдарына жүгінуіміз керек. Енді мына жерде Уәлихан деген мырза әлеуметтік желіде былай жазып жатыр. Ләззат-ау, оған не дәлел керек? Сіз біршама уақыт бұрын дәлелдеп тастаған едіңіз. Күні кеше Ұлжан деген қыз мойындап отыр, жалған диплом алған Амановадан. Енді не дәлел деп отыр мына азаматтар дейді. Жоқ, дұрыс қой. Мына жерде қазір 300 мың теңгені алып мойындап жаңағы мойындайтын болса, оны барлық істі қайта көтеру керек. Құзырлы мекемелер арқылы. Бірақ мысалы, мұны әлеуметтік желіде егер мен көрмеппін. Жоқ, көрсеңіз болады, қазір мен шыққаннан кейін. Деген ханым мойындайтын болса, оны не үшін мойындап тұр? Өзі біреуге ақша беріп, соны істетіп алған. Сондықтан тез арада құқық қорғау органдарына бұны жүгінуіміз керек. Ол шын ба? Шын болса, оған заңды түрде жауап беру керек қой. Қазір бізге мына жерге сізге сұрақ қойып отыр. Мен бір жақтама қарап отқан жоқпын, бірақ осы азаматша өзі біреудің сөздерінен емес, өзі айтып отыр. Төле би ауданы Роза Аманованы айтып отыр, Маржанды айтып отыр, Шуған Нұрабаеваны айтып отыр. Осындай мәселе болды. Маған трудовой жасап берді. Енді ол трудовой жасау деген ол қылмыстық кодексінің 385 бабы деп ойлаймын мен. Ол өзінің істеген ісін, заңға қайшы істеген ісін жариялап отыр. Оны білмедім. Жоқ, мен сіздерге қазір айтып отырмын ғой, әлеуметтік желіде қазір өздеріңіз көресіздер ғой, видео обращение өзі жасап отыр. Өзі жасап отыр. Ұлжан Елмұратова. Менің трудовойым заңсыз жасалынған. Шұға апай, білім бөлімінің басшысы, саған менің осындай Аманова Роза деген подружкам бар, жан подружкам, сол қызға мен саған трудовой істетіп берейін, содан кейін сені сол жерге тәрбие завуч қылып қояйық. Сенің істеп атқан іс-әрекетің бұндай бұрын соңғы жұмыс істеген адам көрген жоқпын деді. Бірақ Шұғапай бұл қалай болар екен? Мен ертең ондай нәрседен қорқам дегенде мен тұрған кезде оны уайымдама. Сөз жерде тұрып, жаңа Аманова Роза деген ханымға звондады. Бірақ Шұға апайға сол жерде айтылды, жарайды, кесін, маған мына күні кесін ол қыз, мен міндетті түрде жасап берем сіз үшін деген телефонның ар жағынан дауыс естідім. Бірақ 2 күннен кейін мені Төле би ауданынан өмірімде барып көрмегем. Қазір Маржан ба, нақты аты есімде жоқ. Менде бір өзімнің бір немге блокнотында жазылған, ол кісі ертең заң аясында арызданатын болам, сол кезде нақты беретін болам. Сол кісіге апарып 300 мың теңге ақша беруімді сұрады Шұғапай. Сол Аманова Розаны өзіне берген жоқпын. Сол кісіге көшеде жаңа Төле би ауданына барып, сол жаңағы Аманова Розаның, мен білмеймін, қасында көмекшісі ма, сол кісіге барып мен ақшаны беріп кеттім. Бірақ ешқандай трудовой ештеңе алған жоқпын. 2 күннен кейін Шұға апайдың өзімнің садигім бар.
сол жерден мен саған тағы да 3 жыл жаздырып берем деді. Сол жерде тағы да 3 жыл 4 жылына жаздырып берді. Ары берісі Аманова Роза мен Шұғапай, Аманова Розаның садигі, Шұғапайдың садигімен Шұғапай маған трудовойды сол білім бөлімінің өзінің кабинетінде берді. Енді маған белгілі жайттар, білмейм, Бәкең оны не үшін қазір жасырып отырғанын, бұл бойынша қылмыстық іс 385 бабы бойынша Түркістан облысына қозғалған. Осы бойынша. Сөйтіп Маржанды шақырған, ол жерге Аманованы шақырған, сосын 5-ші мектептің балалар бақшасын меңгерушін шақырған, сөйтіп Мөрді алдырған, по-моему, Айбекті тоже шақырған, егер мен қателеспесем, жаңағы сол кезде балалар бақшасы бәрі ауысып жатқан кезде Мөрдің барлығын Айбек өзі жинап алды ғой, осы жерде Мөрдің барлығын. Балалар бақшасы бұрын қалалық әкімдікке қарайтын, кейін білім бөліміне ауысқан кезде білім бөлімі білген істеді, шын айтқан кезде да. Сөйтіп Мөрдің барлығын Айбек жинап алған. Оны бүткіл меңгерушілер дәлелдейді. Сөйтіп сол кездегі болған бір әрекеттер деп ойлаймын да мен. Сондықтан да мұны мен былай ойлаймын, сіз мынандай уәж айтып жатсыз, мына кісі мынандай уәж айтып жатыр. Сол құзырлы мекемелерге мен жазайын ба, жоқ сіздер жазасыздар ма, қалай болады екен? Біріншіден, мен қазір қай жылда болған мына архивте бұл жайлы көп түсініктеме сақталды ма? Мен соны тексеріп көрейін. Сіз өзіңіз неме дейді, қызметтік тексеру жасайсыз. Қызметтік өзімнің деңгейімдегі осы біздің деңгейімізде құзырыңызға кіретін. Маған дейін ол кісілердің түсініктеме алды ма, олар не деп жазды, қалай болды, ол жерде қалу керек қой. Иә. Егер түк нәрсе жоқ болса, онда мына қорғау мен қазір Маржан ханымнан тек қана осылай болған жайлы түсініктеме аламын деп қоямын. Сонан соң барып, арқарай Ұлжан ханымға барып, мен олардан ештеңе ала алмаймын, менің құзыретім ол кісіге жүрмейді. Иә. Қызметтің шеңберінде ғана жұмыс жасай аласыз ғой, иә. Тек қана өзіміздің осы мекеменің деңгейінде анықтаймын. Ал енді ол жайлы құжаттар бар жоғын мен анықтап сізге айтайын. Ол бойынша, енді мен де құзырлы мекемелерге барамын, қазір Түркістанға департамент полициясына барып білем. Мен қай уақытта келсем болады? Сіздің зерттеуіңіз қанша уақыт болады? Бізде архивте бар ма жоқ па мен анықтап көрейін. Қандай жаңағы қыз жайлы, осы іс жайлы түсініктеме алды ма, оны құқық қорғау органдары жауап берген шығар. Мынау іс тоқтатылды, мынандай жоқ деген бізге қағазда тіркелген шығар. Мен соны анықтап көрейін. Олай болса мен қай уақыттарда келіп, нақты сіздің қызметтік тексерісіңіз бойынша сіз маған ақпарат бере аласыз? Енді бүгін бір күннің ішінде біз қарап білеміз. Жоқ, бір күн ішінде болмайды, әрине, оған уақыт қажет болады. Олай болса хабар өздеріңізден күтем. Жақсы. Үлкен рахмет. Мінекей осындай ашықтық, сау болыңыздар, осындай ашықтық жариялық ұнайды. Бекайдар мырзаға үлкен рахмет, тағы да рахмет айтқым келеді. Жақсы, сау болыңыздар. Мінекей құрметті желі қолданушылар, мен журналист болған екен, журналистік зерттеу жасап жатырмын. Бірден оған құқықтық баға мен бере алмаймын. Өйткені оған ол бойынша құзырлы мекемелер бар, жалпы білім саласы бар. Сол білім саласы кешегі мен әлеуметтік желідегі мәселені көріп, бүгінгі таңда қазір осы жердің азаматтарынан сұхбат алдым, оны өздеріңіз көрдіңіздер. Енді осы қызметтік тексеру не болды екен, маған жаңағы айтады, мен ол бойынша әлі келемін. Қазір киімді киіп алайын. Мінекей қазір Бекайдар мырзаға осы мәселе бойынша айттым. Ол кісі де өзінің білетінін айтып, заңгерін шақырды. Сондықтан да қызметтік тексерудің нәтижесін күтейік. Одан кейін мен бүгін осы мәселені Түркістан облыстық полиция департаментіне барып осы мәселені көтерем. Өйткені ол жалған құжат дайындау, ол заңға қайшы нәрсе. Сондықтан да анық қанығын осы құзырлы мекемелер арқылы білуіміз керек. Маржан ханым келді ме? Келмеді ме? Мінекей оқысы жаңағы жұмыста да жоқ екен Құрманбекова Маржан. Өйткені өзінен де сұрауым керек еді мен. Қалай болып жатыр, не болып жатыр деп. Өйткені әр тарапты тыңдауымыз керек қой. Біз бір тараптың ғана пікірмен жүрмейміз. Енді аяғына дейін жеткізеді. Я, Сауытбек мырза, аяғына дейін жеткізем ғой. Егер маған арада кедергілер көп болып кетпесе, бұл Төле би аудандық адами әлеуетін дамыту, Түркістан облысы адами әлеуетін дамыту басқармасының Төле би ауданының адами әлеуетін дамыту бөлімінің мемлекеттік мекемесі. Әзірше осылай аталып жатыр, осылай атап та қалайық. Өйткені осы жуырда бұйрықтарға сәйкес
білім бөлімі деп, білім басқармасы деп қайтып өзгеретін болды ғой. Өйткені адами әлеуеті деген сөздің мағынасы басқа. Көп адам шатасты осы күнге дейін. Сондықтан да ол білім басқармасы, білім бөлімі деп ауысуына мен өз басым қолдаймын. Осы мәселені мен де қаншама рет көтергем, қаншама рет айтқам. Адами әлеует емес, білім болып қалу керек қой. Мінекей, бұл менің бүгінгі таңдағы журналистік зерттеу. Енді құзырлы мекемелердің жауаптарын сіздерге жариялаймын.